Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында сармай дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сармай дайындау үшін бізге сиырдың сүті керек. Сиырдың сүтін жылытып, сепаратордың көмегімен қаймағын ажыратып аламыз. Және де сол қаймақты 72 сағатқа холодильникке қойып, міндетті түрде мұздатамыз. Сол мұздаған қаймағымызды осылай қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біраз минуттан кейін біздің қаймағымыз іртіктеніп бастайды. Сол кезде тоқтамай араластыра береміз. Су бөлінеді. Толықтай суы бөлініп, ішіндегі сармайы біріккенге дейін араластыра береміз. Және де айта кететін жағдай, магазиндегі қаймақтан сармай шықпайды, міндетті түрде қолдың қаймағы болуы керек. Жалпы сармайды әр өңірде әртүрлі дайындайды екен. Бұл жерде де қолмен шайқау міндетті емес. Егер де миксерлеріңіз болса, миксермен шайқасаңыздар да болады. Тек таза қолдың қаймағы болып, және де ол қаймақ 72 сағат холодильникте тұрып мұздаған болса, міндетті түрде сармай шығады. Міне видеодан көріп тұрғандарыңыздай, біздің 4 литр қаймағымыздан шыққан сармайымыз дайын болып қалды. Енді осы сармайды басқа ыдысқа салып алып жууға кірісеміз. Жалпы сармайды жуған кезде суымыз өте қатты салқын болу керек. Және де сақтаған кезде дәмінде ешқандай өзгеріс болмас үшін біздер оны 4-5 рет суымыз мөлдір таза болғанға дейін жуамыз. Морозильникте сақтаймыз. Бұл жерде мен жалпы сармайды тұздаймын. Біздің отбасымызға тұздалған сармай ұнайды. Егер де сіздерге тұздалған сармай ұнамайтын болса, онда тұзды қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Камила.